Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Динара. Бүгін мен сіздерге қызылша қосылған дәруменді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл салаттың түрі өте қарапайым заттардан жасалынған, үй жағдайында жасап көріңіз. Бізге ең алдымен үккіш қажет. Үккіштің кез келген түрі жарай береді. Мен осындай ұзыншалап турайтын үккіштің түрін таңдадым. Қызылшаны жақсылап өткізіп алып, 2 болмаса 3 қызылшаны өткізіп алып, үстіне алманы өткіземіз. Алмадан кейін мейізді саламыз. Сосын жаңғақты тазалап алып, турап, татымына қарай тұз, оливке майын қолданғыңыз келмесе қолданбауға болады. Қаймақ қосып, араластырып, барынша тәрелкеге салып әсемдеп қоямыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видеоның астына комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін басып, лайк басып,